Сәлем достар, бүгін зитмак яғни азитромицин ерітіндісін дайындайтын боламыз. Бұл тыныс жолдары ауруларының асқынулары, бактериалды инфекция, пневмония дейміз. Лор аурулары синусит отит кезінде қолданатын антибиотик болып табылады. Осындай ұнтақ порошок және де таза судан тұрады. Дозасының барлығын баланың жасына сәйкес дәрігер тағайындайды. Мен жағдайымда мында 30 мл құтыда 15 мл таза суды құямыз. Міндетті түрде 1 келі консистенция шығу қажет. Осылай таза суды құямыз. Ибуфенің шприцін пайдалана отыра езіп алдым. Себебі араласу қиын болды. Жақсылап шайқаймыз енді. Міндетті түрде тамақтың алдында 1 сағат бұрын немесе тамақтан кейін 2 сағаттан кейін қабылдаған дұрыс, сонда әсері жақсы болады. Осындай 1 келі консистенция шықты. Ибуфенің шприцін пайдалана отыра мен жағдайымда мында 3 мл ерітіндіні аламыз. Көп мөлшердегі сумен ішу қажет болады.